Бүгін облыстық тәртіптік кеңестің кезекті отырысы өтіп, онда Тараз Арена спорт сарайының директоры мен орынбасарының, облыстық тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру дирекциясының басшысы мен меркі, Байзақ аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімдерінің басшылары және Талас аудандағы 9 мектеп директорларының тәртіптік ісі қаралды. Тәртіптік кеңесте облыстық спорт басқармасына қарасты Тараз Арена коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының директоры Нұрлан Төлегенов пен оның орынбасары Нұрлан Саурықовтың тәртіптік істері қаралды. Аталған тұлғалармен мемлекеттік сатып алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасының талаптары бұзыла отырып, демеушілердің қаржысына тұрғызылған нысанға заңсыз ақша аударылған. Отырысқа келген кәсіпорын басшысы мен оның орынбасары кеткен кемшіліктерді жыл аяғындағы жұмыстың қауырт болғанымен байланыстырды. Шынымен де жаңадан келген болғандықтан ол жерде мен өз тарапымнан ол жерде қосымша ретінде Евразия барысына дайындық болып жатты. Қысқа уақытта ескерткішті тұрғызу мәселесі тапсырма берген болады. Соған байланысты толық осы ескерткіштің құжаттамаларымен танысып, жеке басым танысып үлгере алмадым. Шын мәнінде төлегеніміз рас. Меркі аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы Ақылбек Махановқа сыбайлас жемқорлыққа алып келетін құқық бұзушылық жасаған үшін лауазымына толық сай емес деген ескерту берілді. Себебі ол аудандағы 4 мектеп құрылысының жобалық сметалық құжаттарын дайындау кезінде алдын ала төлем жасаған. Дәл осындай жағдай облыстық мәдениет басқармасының тарихи мәдени ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру дирекциясында да орын алған. Бұндай әрекеттер заң талаптарына қайшы деді тәртіптік кеңес төрағасы. Тәртіп кеңесінің шешімімен біз аудан әкіміне ұсыныс береміз. Сізге қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіптік жаза қолдану сыбайлас жемқорлық тұрғысында. Және есіңізде болсын, осындай тұрғыда бір жыл ішінде қайталап, не обязательно именно осындай сыбайлас жемқорлық тұрғысында қандай да бір заң бұзушылыққа жол беретін болсаңыз, автоматически жұмыстан босатыласыз. Түсінікті ғой? Сондықтан абайлап жұмыс істеңіз. Осы мәселелердің барлығын біз өзімізге бақылауға аламыз, осы жұмыстың барлығын аяқталған жұмыстарды ПСД-ні алған кезде бізге сіз в обязательном порядке баяндаңыз, осындай жұмыстар жасалынды деп. Жиында Талас ауданындағы 9 бірдей мектептің директорына қатысты тәртіптік іс қаралды. Оның ішінде 2 мектеп басшысының ісі қысқартылып, екеуінің мерзім өтіп кетуіне байланысты тоқтатылды. Қалған 5 мектептің директоры бос орындарға жұмысшылар қабылдау мен материалдық техникалық базаны жетілдіру кезінде жіберген қателіктер үшін сыбайлас жемқорлық бағытындағы тәртіптік жауапкершілікке ұсынылды. Мәселен, Бостандық ауылындағы Алғабас орта мектебінің директоры оқушыларды таситын автобусты 2013 жылдан бері техникалық байқаудан өткізбеген. Техосмотрдан өтпеген, ертеңгі күні ол автобус бір жерде аударылып, бір жері жанып, бір жері өртеніп кетсе, кім жауап береді сонда? Техосмотрдан өтпеген автобус ол техника емес. Техосмотрдан өткізіңіз, барлығын жөндеңіз, ретке келтіріңіз, сізге ешкім қарсы болмайды. Қазіргі таңда сіз қылмыс жасап отырсыз. Сонымен тәртіптік кеңес отырысының қорытындысы бойынша Тараз Арена спорт кешенінің директоры мен орынбасарын лауазымына толық сай емес деп тапты. Ал Байзақ аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысына сөгіс түріндегі тәртіптік жауапкершілік ұсынылды. Айбол Қарашев, Асқар Әділ, жаңалықтар қызметі.